телесержилер, сіз Миле телеканалында хаберлер информацион программасыны сейретесіңіз. Студияда мен Лили Веджа, Челышам, Вешімдікі сатқа бөле малюмат. Қырым татарлар соравға көре Украинаға көчіп кетмеге істемелер. Бұл ақында милетлер ішлері бойынша федераль агентлікнің башы Игорь Баринов хабер етті. Бүгін Ахмеджитнің Джумхуриет шер бақчасында незакетли инсанлар, яғни вежливые люди обеденің янында махсус кувет операциялар күніне бағышланған митинг өткерілді. В Крыму абсолютно большинство крымчан сумело выразить свою позицию, отдать свой голос в пользу воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Сербез куреш бойынша спортчылар Ахмеджитте курештілер. Мұнда Александр Доставаловның адына Джумхури ачық турнир олып кечті. Это перспектива уже для сборной Республики Крым, которые вольются через 2-3 года уже во взрослый состав. Ақярда белі жимаат ве саясет эрбабы Номан Челебиджиханның қатырасына бағышланған тедбірлер олып кечті. Номан Челебиджихан әм Қырым татар халқының, әм де умумен Қырымның шанлы бір evladıdır. Adalet üçün, tınçlık üçün, barışıklık üçün oz canını feda etkendir. Анкарада Русия элчиханесінің диварлары өгінде Қырым Русияге қошылуының 3 жылығына бағышланған наразылық акциясы кечті. Топланғанлар дип миссия бинасы Қара Гүлчембер қойдылар. Бөлелікнен Русия саясетіне қаршылық көстерілді. Девле Дума мебусы Руслан Бальбекнің сөзлеріне көре Анкарада Русия элчиханесі өгінде наразылық акцияларының артында Динжи Фетхулла Гүленің тарафдарлары туралар. Олар өзлеріні Қырым татар диаспорасы деп тақдим етелер ве рус-турк мұнасебетлер пекетілуіне кедер етмеге тұрышалар. Мебусының сөзлеріне көре ғарып күчлері Қырым татарлары өз географик саяси менфаатлары үшін қоланмаға девам еткенлерінден себеп Қырымда езықсыналар. Бүгін Ахмеджитнің Джумхуриет шер бақчасында незакетли инсанлар, яғни вежливые люди обеденің янында махсус кувет операциялар күніне бағышланған митинг олып кечті. Мерасимде Русия Федерация Девле Думасының мебуслары, халық ордусының векелері ве ерле сакенлер иштирак еттілер. Бүкүнү 2014 февраль Крым едісінде арби урбаларда белгісіз инсанлар Юқары Шуранын ве Крым Мухтари Джумхуриет акимиетінің биналарыны өз незаретіне алдылар. Бұндан сон Ахмеджит Аба лиманыны ве башқа стратегик объектлер олардың незаретіне кечті. Олар МД 2014 март 16-сында, яғни референдум күні хавсызлық ве низамға қол тұтмақ үшін ярдым еттілер. Олардың әрекетлері незакетлі инсанлар, яғни вежливые люди ибаренің пейдаулығына себеп олды. Русия Федерация Девлет Думасының мебусы Руслан Бальбек қайдетті незакетлі инсанлар махсус операциялар куветлерінің аскерлері Қырым сакенлері өз фикірлеріні сербез білдірмелері үшін шарайтлер яраттылар. Именно благодаря присутствию сил специального назначения в Крыму абсолютно большинство крымчан сумело выразить свою позицию, отдать свой голос в пользу воссоединения Крыма с Российской Федерацией, тем самым предопределив будущее нашего благословенного полуострова в составе России. Женеби федераль Дживарында Русия Федерация президентінің векелетлі темсілжісінің меслиатчысы Константин Бойко білдірді ки, незакетлі инсанлар Крым регионында стабиль ве муабет яшайышны кефіле олдылар. Предельная корректность и аккуратность, которой действовали российские военнослужащие, показала всему миру сегодняшнюю российскую армию. Высокотехнологичную, боеспособную, непобедимую и вежливую. Способную, без всяких сомнений, выполнить любые, даже самые сложные, не побоюсь этого слова, ответственные боевые задачи. Халық ордусының хадимы Александр Корнев айта ки, 2014 сенесі ярым адада муабетлікні сақламақ үшін Украин ордуларыны ве муэсеселеріні блок етмек эсас вазифелерден бірі олды. Кувейт эделеріні, муэсеселеріні, арби ордуларыны блок еттік. Қырымны ве өз айлеріні құрчаламақ үшін чоқ инсан чықты. 2015 seneden başlap Rusiye'de fevral 27'sinde Yanı Zenat bayramı kaydedildi. Mahsus operatsiyalar kuvvetlerinin kunu. Bu Rusiya prezidentinin emri ile tayin etilgen kun oldu. Rusiya Federasyasının mahsus operatsiyalar kuvvetleri Rusiya Federasiya Müdafaa Nazirliğinin mahsus öğrenilgen teknik cihetten donatılgan yaxşı ekiprovkadan keçken ordu takımıdır. Sultaniyet Takayeva, Edem İsmailov, Millet için. Сочиде Русия инвестицион форум башланды. Оның черчевесінде Қырым Джумхуриетінің ве Ялта халқара иқтисади форумның малюмат стенді чалышмақта.
Кырым Жумхуриятынын башы Сергей Аксенов стенде Кырым инвестицион имканиятынын ве Огдеки Ялта халкара иктисади форумунун тагдимнамеси кечирди. Унун сөзлерине көре форум кетишатында Кырым акимияты 10 миллиард рублей умумий миқдарда инвестицион лейхалар амелге кечирилүүгө акта алашма имзаланууну планлаштырыла. Кырым Жумхуриятынын стенди инвестицион форум кечирилүүнүн эпосы күнлери чалышачак. Жанкой шерінде Крымская весна, яғни Кырым байырынын 3 жылдығына бағышланған тантаналы мирасым олып кечті. Анда мемуриет башы ве район шурасының башында хатыра медаллер тақдим етілді. Адесе юз берген ерден тәфсилатлар невбеті келев хамызда. Жанкой шер халк ордусында ротының бірінші командиры Юрий Щербаков Кырым байырынын әрбір иштиракчисине Кырымда кавсыздыкны темен эткенлерге тешеккүрлер билдирди. Ребята, не жалея сил, энергии, полностью занимались обеспечением безопасности. Мне и нашему управлению это очень приятно, что все жители города оказывали различную помощь, но особенно хотелось выразить непосредственно членам нашей организации, которые участвовали в этом активно. Bizim vatandaşımız Bulat Seydametov medalіне mükafatlandı. Onun fikrince Kırım Tatarlar Kırım bayırının faal iştirakçileri oldular ve Kırım'da muhabbetlik temin ettirmesine bu ikisi koştular. Крымские татары также мы вели активное участие, принимали активное участие в охране, и на Чингаре стояли, и на Армянске были. И по городу мы патрулировали ночами, также все смотрели за порядком. Входя в состав Российской Федерации, мы также, крымские татары, приняли активное участие и на выборах, и голосовали активно. Халк ордусы Сербес полк бірлігінің ветераны адlı Cemiyet Teşkilatı'nın azası Antol Лященко kaydetti ki 2014 senesi R1 millet vekilleri birlikte o cemaatinin menfaatlarını korçaladılar. Люди не согласны были с навязыванием киевского режима. То есть у нас приветствуются все национальности, все люди-братья, все равны в нашем городе, на нашей крымской земле. Мы все дружны. И это именно и показали мы в феврале 2014 года. Кырым Жумхурiyet Халк ордусы Сербес пол бірлігінің рейсі Армен Мартаян білдірді ки, Ярамада территориясында правый секторының телекүлері милеттерара мөнәсәбәтлікні бозма қафы пейда оғанда эпосы милетлер векілері бірлешіп өз ватанымызны қоршаламақ үшін топладылар. Собрались в один ряд, в один полк, собрались люди, независимо от национальности, вероисповедания, пола. Собрались, стали в строй и, не замечая, кто рядом, татарин, армянин, русский, украинец, защищали от проникновения этих данных людей, которые хотели сюда впускать, внедрить межнациональную рознь, создавать ситуацию такую, которая была на Майдане. Слава Богу, этого не произошло, благодаря тем людям, которые влились в ополчение, создали народное ополчение, встали и защитили наш мир, наши семьи и нашу независимость. Teşkilatlarının rebelleri kaydettiler ki kolektivde dostane, көчлü ve birleşken komanda teşkil olundu. Bu ileride da beraber olup semirli iş becermege planlaştıralar. Gelecekte teşkilatını gayradan tizmege niyet eteler. Hasan Abiblayev, Hasan Zivadinov, Millet телеканалы. Кырым татарлар соравға көре Украинаға көчіп кетмеге истемелер. Кырым татарлар иелесінің векилеріне доғыртылған сон кечтимаи тетқиқатларының малюматларына көре егер имканиет пейда олсайды, сіз Кырымның башқа мескен еріне Русияның Дигер районына Украинаға яда Дигер мемлекетке көчмеге істер едіңізмі? Деген сөйлеге соралғанлар арасында Украинаға көчмеге істегенлер олмады, яғни 0% деп білдірілді милетлер ішлері бойынша федераль агентлігінің башы Игорь Баринов. Игорь Баринов қайт еткеніне көре бұл рақамлар Кырым татарларының яшайшы ейі тарафқа денішкеніні көстерелер. Бүгінгі күнге Кырым ве Ақиярның ичтимаи иқтисади инкишафы бойынша федераль мақсади программа черчевесінде 250 объектінің құружилық ішлері фаал суретте алып барыла. Оларының арасында Кырым татарлар топлу яшаған ерлерге 3 бала бақчасы әмде Кырым Муэдистик педагогика университетінің полиэтник меденет меркезінің құружилығы. Федераль мақсади программа амелге кечірілуі иле бағлы меселелер чешіт идарелерін сық ішбірлігі иле чезілежек.
Эльвира Каракаш яш ана. Onun имени кызчыгы якында 3 яшыны толдырacak. Айта ки Борчокра касабасында энди 5 жылдан бери яшай. Бала бакчасы олмаганы яш каданын күн теркибини деңиштире. Эркун Эльвира ханым кызынын чок вакыт кечире. Олар китаплар ве мejmualar окуйлар. Эн севимлиси арманчык. Текер, текер, текерлеме, сахын ялан сөз сөйлеме, ялан сөз söylenmez, söylengen sevilmez. Соңра балалар үчүн оюн одалары инкишаф эттирүүчү меркездерди четте калмай. Эльвира ханым айта ки, чоктон бери бош турган жерде бала бакчасы курулаятканын көрүп кубана. Значит, в нашем районе, а район этот Акмечеть, район этот микрорайон Фонтаны, то есть он очень густонаселенный, и, конечно же, детского садика не хватает. Для нас это очень полезно, очень хорошее мероприятие. Надеюсь, оно скоро закончится. Вот, и мы все-таки пойдем в детский сад. Мама немного освободится, я, может быть, пойду на работу. Борчокрах молодежная хошкелді микрорайонларында эмдекезлевде бала бақчаларының құрыжылығы, политник меркез яратылуы ве чоғысы дегер меселелеріні иш топлаву черчевесінде музакире етілді. Топлашуда капиталь құрыжылық қызметінің Ахмеджит Шерми Муриетінің Мескен коммуналь хожалығының эмде құрыжылық велиха тешкилаттарының векиллері иштирак етті. Девлет милитер ара комитетінің рейсі Заур Смирнов айтқанына көре тәдбірді федераль мақсади программа амелге кечірілуі или бағылы суаллер музакире етілді. Ағыр вазиетлер эр тарафларма идари ишбирлик ярдымынен чезележек. В микрорайоне Фонтаны строится дошкольное учреждение, детский сад на 260 мест. Мы также начали строительство этого объекта в конце прошлого года. Были некоторые проблемы. В процессе наших рабочих совещаний нам удалось их решить. И сегодня строительные работы ведутся полным ходом. Прежде всего это связано с рытьем котлована, то есть земляные работы. И ведется полностью подготовка начала к заливке фундамента. Поэтому по результатам, конечно, мы ожидаем, что появится полноценный детский сад в месте компактного проживания, рядом со школой. И помним, недавно совсем мы также там сдали 180-квартирный жилой дом. Девлет милитлер ара комитетінің елбашчысы қайт еткеніне көре Борчокрах бала бақчасындан ғайры бойле кібі муэсиселер қошкелді ве молодежный қасабаларында пейда олacak. Оларның эр бірінің құрыжылығына энді 270 миллион рубле айрылды. Эмді Қырым Муиндислик педагогика университетінің политник меденет меркезінің құрыжылығы башланды. Заур Смирнов айтқанына көре яқын вақытта бойле топлашулар кезлевде Ялтада ве Судақта кечірілежек. Сабре Халиляева, Ибраим Ганиев, Умер Мустафаев, Ақярда белі жемаат ве саясет әрбабы Нуман Челебеджиханның хатарасына бағышланған тедбірлер олып кечті. 99 ел әвелсі Қырым халық Жүмкуриятның рейсі Қырым татар құрылтайның тешкілячысы Қырымның бірінші муфтisi Жанаваржа өлдіріліп, Қара денізге бұрақылған еді. Бізім ижади тақымымыз да бұл мерасімде болынды. Ант еткенмен адлы шыр, шымды есе халқымыздың гимні Номан Челебеджихан үшін керчек олып чықты. О миллет үшін өлмеге ант еткен еді. Бүгін әрбір Қырым татар гимні ижра еткенде бұл инсан үшін ғұрур дуя ве хатырасыны ана. Хатыра тәдбір Ақярның медениет ве санат мерkezінде олып кечті. Номан Челебеджиханның хатырасыны анмақ үшін шер мемуриет векилері, дин адамлары, жемат тәшкілатларының векилері, Ақяр шерінің сакинлері ве мусафирлері тәшриф бұйырдылар. Адет үзре Қырым мұсылманлар муфтисінің муавины Айдар Исмаилов дуа оқыды. Бұндан сон о айтты ки, халқымыздың белі оғылы ақында хатыра тек адалетсізлікні тоғыртмақ дегілді тарихи ақиқатны ғайырдан тіклемектір. Номан Челебеджихан Эм Қырым татар халқының, әмді умумен Қырымның шанлы бір evladıdır. Adalet üçün, tınçlık üçün, barışıklık üçün oz canını feda etkendir. Onun için, onun hatırası bizler için pek mühim ve biz onu daima anıp geldik, anmağa da devam edeceğimiz ve onun tarihini, yapkan işlerini, onun ideyalarını bir daha hatırlamak ve balacıklarımızga aşlamak bizim vazifemiz. Cemaat teşkilat vekillerine Ақяр şehir Cemaat Palatası ve Milli Medeni Cemiyetler azalarına çıkışta bulunmak için imkan verildi. Почтить память человека, который... Номан Челебеджихан жан yürekten öz halkını sevip, onun geleceği hakkında düşünüyordu. Bundan gayrı o Kırım'da yaşayan halklarını birleşkenini olar barışıkta yaşaganını istedi. Onun fikirleri bugün aktual. Ақяр regional Kırım Tatar Medeniyet Merkezi'nin reisi Diana
Хасанова тариф etdi ki, улы жемаат ve siyaset erbabının hatırasını anmak için olar endi 25 yıldan beri toplaşalар. Проводили на площади Эвел бутет бір площадь восставших адлы мейданда откерели еді. Анда жемаат куветі или хатыра тахта ерлештірдік. Мирасимлер әр вақыт анда кече еді. Шымды есе тәдбірні Ахьярның медениет ве санаат мерkezінде өткермеге теклиф еттілер. İnsanlarga мында да güzel olacak. Edebiyet adlı Kırım-Tatar vokal ansambli Kırım-Tatar halk yırlarını ve Noman Çelebici-Han'ın şiirlerine yazılgan yırlarını icra etti. Yaş istidatlı Ahyarlılar Noman Çelebici-Han'a bağışlanğan şiirlerini ezberden okudular. Bu kölgeli, kardan soğuk, gelgili kara mezarha, yamanlardan pek fazla. Yaxşı insan көп kere. Матем тәдбірден соң келгенлер площадь восставших адлы мейданға yol aldılar. Олар анда дуа оқып, мемориал тақта огунде гүлчемберлер қойдылар. Тамам bu yerде Noman Çelebici-Han'ı hapsxanede tuttылар. Bu bina hapsxana edi, Ahyarın hapsxanesi. Birinci sefer mında getirilgen edi, onu halk kurtardı. İkinci seferde gene de mında bu 23 fevral günü mında katil etilgen edi o. Birinci Noman Çelebici-Han öldürülgen edi. Son gün boyunca gece 600 adam yok ettiler. Sarhoş matroslar. Cemaat erbabları tahtanın yerine Noman Çelebici-Han'a abide tiklenilmesi için bar күчнен tırışalar. Ayşe Şılakova, Umar Mustafaev, Millet için. Бүгін Исмаил Гаспринский адыны ташыған китапханеде Кырым-Татар тілінің инкишаф проблемаларыны музакере еттілер. Бұл вақта лав юрсетмек үшін Илхам эдеби клубының векилері топланды. Кырым-Татар тілі инкишафының эсас проблемасы шундаки бүгін Кырым-Татар тілі девлет тілі статусыны ташығанына бақмадан мектеплерде факультатив оларақ алып барыла, ондан ғары ожалар етішмей ве ен эсасы құранталарында ана тілінде лав етмелер. Бұл себептен gençlerde тіліні öğrenmege istegi yok. Ахмеджетте gençler arasında Cumhuri açık турнир olup geçti. O Rusya'nın Karamanı Aleksandr Dostovalov'a bağışlandı. O Rizan Desant Okuf yurtunda tahsil aldı. Çeçenistan jenginde faal iştirak etti ve efsanevi 6. rotanın askeriydi. O cesaretli insanlar gibi can verdi. Vefat etkeninden son ona Rusya Karamanı unvanı verildi. Tafsilatlıca bizim muhbirimiz Fadime Setmamut tarif etti. Bu gibi yarış Kırım'da ilk sefer olup geçti. 2000 ve 2001 seneleri doğan 150 sportçu galibe uğrunda kureştiler. Onlar Ahmezcit, Akyar, Aluşta, Bakçısaray, Orkapı, İçki, Karasu Pazar rayonlarından geldiler. Финалы летней спартакиады школьников пройдут в этом году. Bu sene talebелер arasında yazlık Spartakiyadanın finali olup geçecek. Bugün iştirak etken sporçularının doğu yılları birkaç yıldan cima takımının yaşına uygun olacak. Bu pek temeli iş çünkü yaşlar sportka yakınca olalar ve bu Kırım Cumhuriyeti'nin cima takımına kirmek için büyük istibaldir. Turnirning teşkilatçılarından biri Afganistan ve diğer lokal cenklerinin veteranları Serlevalı teşkilat edi. Birleşmenin reisi Sergey Tarasov aytkanına göre gelecekte bu yarışını an-anege çevirmege niyet var. Yarışlarda iştirak etken genç sporcular özünde irade gücüne ve galebege intiluf terbiyeler. Tamam bu hususiyetleri hakkı vatan imajlarına ait olalar. Kurman rayonunun Büyük Onlar köyünden kelgen Emin Yagiyev 16 yaşkaci kategoriyada iştirak etti. O 4 yıldan beri kureşnen uğraşa. İdmanlarga ciddi yanaşa. Haftada 3 gün Ahmezcitke katnay. Kalgan günlerde ise Ozu kasabasında uğraşa. Противник был достаточно. Raqibim güçlü edi. Tecrübesi menden az belki. Umumen alganda yaxşı raqib edi. Koldurdum ata nefes çıkarıp yetiştir almayım. Aslında kurişten o kadar çok uğraşmayım. Manda kelgenimnin maksadı birinci yerini almak değildi. Tecrübe alıp yanı uğraşıflarını menimsemektir. 13 yaşındaki Daniel Arbelyan turnirge Kezlevden keldi. Kureşnin endi 7 yıl devamında uğraşa. Onun idmancısı onun sport inkişafına büyük hissi koştu dep itiraf etti.
Мой тренер Замир Смирч Авамилиев. Мені Заир Авамилев идман еті. Оғрашмаларға күнде 2 саат айырамыз. Бүгін тәмбен мирінжі ерні аламақ үшін көрешежем. Мында кубок ве медальлер яқшы. Оларны елді етмек үшін ярашажам. Эпосы галиплер медаль ве кубогларнен тақдирленді. Ондан ғайры жюри азалары галебеге ынтылув ве ең парлах күреш техникасы үшін екі штиракчыны эмиетлі бақшышларнен мукафатладылар. Фадиме Сейтмамут, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Бөлелекнен бізім яйнымыз сонуна әтті олып кешкен вақылар ақында дайымы хабердар олыңыз венет бетеке хаберлер информацион программасының рус тіліндеке чықышыны саат 20:30-да қачырмаңыз. Сағықмен қалыңыз.